Лагердегі махаббат бірінші бөлім. Лагердің аяқта екен ғой. Жарайды, бабам, сау болыңыз, баб. Ашық сол жүрім. Болыпты. Кеттім мен. Құтайын жарайды. Так, заттарымды алып алайын сумкадан. Сау болыңыз, пап. Иә, сау бол. Апай, ұлдар қайсы? Мынау көк пе? Так, қойсына жатсам екен. Давайте көкке жатайын да. Так, төбесіне затымды қойып қойын. Ойбай, нақ ұшып кеттім. Қойып қойын, атақлы болатын жағыр иә. Ол жерде адам көп болмайды ғой что-то. Bir şey жарайды. Басқалар сияқты андай болып жүр, жарайды, мен өзім өсіп кете берем. Саламатсыз, апай? Саламатсың ба? Қыздардікі анау розовый несі бар. Аха, болыпты, рахмет сізге. Оғаш жоқ. Білейін, бүгін негізі кеш келіп қойдым ғой мен. Бір қақа жатсам екен. Так. Давайте на астына жатайыншы, розовый қатты ұнайды просто. Ол затын қойып қойдым. Сыртқа шыға тұрайыншы, енді кімдер келеді екен? Келіңдер, бергендер. Адам бар ма бұл жақта? Иә, бар ғой негізі. Что-то адам жоқ болып кетті ма, қалай өзі. Жарайды. Қай беріңіз. Отыра береміз. Доча, сау бол. Сау бол, доча. Жарайды, папа. Осындай машина бар ғой бізде. Шезім байым, сау болыңыздар. Вот это вот. Ойбай, не кетті. Вот это. Ойбай, не көріп кеттім өрес. Ну, жарайды, кеттім. Саламатсыз ба, апай? О, сәлем. Сәлем. Қыздар қырықта? На розовый. Ой, қайқа жатам өзімен. Қарандаш іскеймі енді андай ойшы. Вау, вообще қарамайсыңдар ғой сенімен. Жігіттер қарайды ғой тіпті. Жарайды, жігіт ойламай тұрып ең жататын жерім жағдайында адам бар екен ғой. Ой, сорлы. Жарайды, жата салам бүгін жасылға. Бәрібір маған қойшы. Сыртқа шығамыз ба? Ебай, жігіт бар ма не? Жарайды, енді қалған жігіттер бір күн көретін жарымыз. Әйтеуір лагерь осы жақта деп еді ғой. Сәлем достар. Мен туйс танымай тұрған шығарсыңдар, ә? Мен сендер білмейтін. Негізі мен осы лагерге жаңадан келдім. Атымды айта салайын ба? Короче, атым Али болады. Осы лагерь күшті деген екен, онға келдім. Бір өзім келдім, потому что ата-анаммен бірге тұрмаймын мен. Студентпін өткен. Саламатсыз ба, апай? Ой, неге кеш келесіңдер? Келіңдер, танысайық. Ағам жақсы. Иә, мен өз-өзімді таныстыра кетейін, ампақшыдай. Жаңадан ол келді ма тағы? Еба, қандай красавчик. Осы екеуі қатты красавчик негізі ше. Таныстырып атыр жарайды. Короче, менің атым Әли. Хамидамды айтпаймын, потому что болмайды жасым. Енді студент болғандықтан 17-те мен енді ғана 17-ге толдым. Сол үшін осы мапабым осы лагерге жіберді. Сол үшін осы лагерге келіп отырмын. Иә, әрине кішкентай класс сияқтымыз, бірақ біз студентпіз дегенде уже 17 жастамыз, 18-17 жастамыз. Сол үшін. Мен таныстырайын. Менің атым Санжар. Менің жасым 17-те, жақсы недемін, және де жақсы білімім бар. Басқалар сияқты адаммын, сол үшін бірге отырайық. Так, сонда екі қыз енді сендер айта қойыңдар. Жасым. В общем, екеуіңізге де жақсы екен. Так, менің өз-өзім таныстырып кетейін. Менің атым Жібек, жасым 17-те, тоже студенттің бірінші курсындамын. Осы лагерге атынан жіберді. Және мен де үздік оқушылардың қатарынанмын. Так, енді қасымдағы қыз айтсын. Вау, екеуі өте күшті айтты ғой. Ой, мынау қызды айтты ма? Жібек, ты Жібек екен. Апаш, мен айтайын.
менің атым ойбай сөйлей алмай қалдым ғой. Короче, қалай дейін, атымды ұмытып қалғансың ғой. Менің атым Айжан. Менің атым Айжан, жасым 17-де, бірінші курс оқимын және жігітім жоқ. Сосын кейін өте бай қызбын. Болдым, апай. Иә, балалар, оқушыларым, төртеуіңнің де пікірлерің маған қатты ұнады. Қарағандай сағат 7 болды, үйлеріңе ұйықтап келген шығарсыңдар, иә? Иә, конечно. Жарайды, онда қазір жуынып алып, серуенге шығайық. Ахам, жарайды. Және балалар, сендерге айта кететінім, аппақшым, бізде ертең бал болады. Соған келіңдер, жарайды ма? Ертең емес, но 2 күннен кейін ба болады. Примерно 2-3 күннен кейін. Иә, жарайды, апай. Ахам, 2-3 күннен кейін бал? 3 күннен кейін ба? Жарайды, мен онда қазір ажаққана кіріп алатсайшы. Ойбай, лагердің ажаққанасы бір түрлі екен, иә? Жарайды. Мен ским ауысып кетті, қазір дұрыстап ским киіп алдым болам. Жарайды, мен онда скимді киіп алсайын, ойбай, ол даже неге дейін деп қалдым ғой. Жарайды, бар, қазір скимді дұрыстап киініп алайын. Так, мен осылай киініп алдым. Ну, жарайды, болып тұр менікі. Так, қазір өзім атын сақтай салайыншы. Так, сақтап алдық. Жарайды, мен кеттім онда. Апайлар рұқсатта уже мен күтіп тұр, онда шығамыз деп еді. О, апай, мен дайынмын. Бәрің дайын болса, жүріңдер, кеттік. Ура, бүкіл дайын екен. Как раз қайға барады екенбіз. Жүріңдер, кеттік. Бізді как раз бір жерге шақырып жатыр еді. Бастығымыз. Точно бастығымыз ба? Келіңдер, отырыңдар, балалар. Енді ренжімеңдер, енді мен машинам осындай. Жоқ, апай, ренжімейміз, өте керемет екен машинаңыз. Ой, жандарым рахмет. Қаяқ ол, апай? Иә, соны айтам, қаяқ. Иә, сол қаяқ. Жоқ, сол. Ой, бүкілін айтпай қоя тұрыңдар, шаймал. Андай, бізде, короче, еді. Мынаның ішіне кіріп қазір андай несетін боласыңдар, ойнайтын боласыңдар ол сияқты. Маған сендерді тапсырғандығым, давайте бастай берсеңдер болады. Ура, вау, қандай күшті жер. Қайсымыз сам екенін білмеймін. Вай, менде ойыншық бар енді. Осы сорлы не кетті. Ой, блин. Вау, қараңдаршы, өте күшті ойыншығы. Но мен қуалап тұр ғой. Мен қуалама құрсын. Ай, қуаламашы. Соны мен артынан жүр ғой. Қазір қуып жүрейін. Қуып жерін. Так, блин. Бай, қандай керемет. Ва, нақта не бар? Осақ, есік көре саламыз. Ва, қандай күшті, я, достар, я. Так, мен апайымнан сұранып алдым, как раз. Так, енді тамаққа барайын. Осы жақтан да, ана жет жауып қалып еді, осы жақтан басқаша тұр шықты. Кеттік, кірейікші. Вау, андай жауып қалып еді осы жер. Как раз ашылыпты ғой. Так, блин, маған шоколадный бере салыңызшы. 10 минут. Блин, сізден 5 теңге болды. Ойбай, 400 теңге болды. 400 теңге, не деген қымбат, мен 200 теңге тұрады. Не істейм екен? Қашан төлейсіз? Ой, блин, мен де бірдеңе заказ берейін. Ей, ақшашы, не болып қалды, жібек? Не болған бұн? Жай ақшам жетпей тұрған. Ақшаң жетпей тұр ма? Иә, кішкене ғана жоқ, бірақ көмен керек емес, қазір ата-анамнан сұрай салам. Так, маған апай, иә, айта беріңіз. Иә, айта беріңіз деп қалды. Не болып қалды дегенде, маған шоколадныйдан 2 бере салыңызшы. Ойбай, 1 бере салыңызшы. Ағам, сізден 400 теңге болады. 400 теңге мәңіз 800 теңге. Қазір жатыр қайтарам. Қайтармаңыз, сәтші қоспа. Неге? Өткені ана қыз күнді төлеп бердім ғой. Жарайды, алып кете беріңіздер екеуіңіз. Ашым ба? Жібек, кесе отырсай. Иә, отырдым. Қалай күндім?
күшті екен. Блин, рахмет көмектескенің үшін. Жоқ, қыздарды сыйлау керек қой. Ой, сен күшті екенсің ғой. Жарайды, кеттік қазір, апай іздеп қалар, может. Давай кеттік. Кеттім мен. Кетіп қалдым анау. Блин, жүрек маған қатты ұнап қалды. Өте күшті қыз екен. Маған қатты ұнады негізі Сәждебек. Не ғой, Санжар ме еді? Санжармын ғой. Сен бара бер, мен мына ойнап алайын. Ей, мен қақыр етіп қалдым. Апақ ана жаққа бардық қой біз, барып келейінші. Ей, машина жоқ. Ешкім жоқ қой, блин. Лагер қақта кет, мен ұмытып қалдым. Блин. Ұйықтадым жоқ па екен. Айбой. Жібек кеу жүр. Ештеңе етпейді. Неге жүрсің онда? Ой, мияқта адасып қалдым, сол таппай жүргем. Жүр, кеттік. Мен көрсетейін соған. Шын ба? Я, жүрсе кеттік. Так, ол примерно бірінші. Кеттік, жүр. Рахмет саған. Ештеңе етпейді, қыздарға көмектесу керек қой. Білмеге барасың ба сен? Я, білмей кеттім, давай. Давайте. Күшті қыз екен, маған ұнап қалды ше. Я, рахмет көмектескен үшін, кеттім мен де онда. Маған ана біріншісінде Санжар деген жігіт бар емес па? Сол маған қатты ұнап қалды ше. Білмеймін, өзіме ұнап қалды әйтеуір. Ештеңе ойындар. Что-то. Ну ладно енді. Ал достар, біздің осымен лагердегі махаббат дегеннің бірінші сериясы аяқталды. Егер екінші сериясын көргілерің келсе, екінші серия деп жазып кетіңдер. Апаш достар, сіздерден бір кеңес сұрайын деп едім. Мен мектептегі махаббаттың екінші сезонын 3 серияға шейін апарайын деп жатырмын, бірақ мен ойланып тұрмын, шығарайын ба, шығармайын ба деп, бірақ блогердің ісі өте қиын болғандықтан мен сендерге өзім түсіремін ғой, сол үшін маған өте қиын болады. Сол үшін сендер жазып кетіңдер, егер мектептегі махаббаттың екінші сезонын түсір дегендер комментарияға жазып кетіңдер, ал түсірме дегендер түсірме деп комментарияға жазып кетіңдер. Жарайды ма? Мен сол кезде егер түсір деген көп болатын болса түсіремін, егер түсірме деген көп болса түсірмеймін. Ал достар, осымен біздің лагердегі махаббаттың бірінші сериясын бітті. Екінші сериясын көру үшін арнаға тіркеліп лайк басып кет, 10 лайктан кейін екінші сериясы шығады. Маған тіркелуді ұмытпа. Всем пока.